Bizde көп сұрақтар сапар намазына қатысты. Қараңыз, кейбір адамдар айтады, сапар намазын оқу үшін 93 километрден ары асу керек пе деп сұрайды. Қараңыз, сіз осы ауылда тұрасыз. Негізгі баратын жеріңіз бар ғой, белгілеген жеріңіз. 93 километрден асты ма? 93 километр, 90 дейді, 93 дейді жарайды. 93 деп олар. 93 километр шыға ма? Болды, сіз сапардағы адамсыз. Мысалы, қазір бесін намаз осы жерде тұрсыз ғой. Ендігі ауыл 93-тен асу шарт емес. Ендігі ауылға барасыз ба, мына ауылын көрмейтін жерге шықтың ба, болды, сіз сапар намазын оқи бересіз. 93-тен ары асқаннан кейін емес, түсіндіре алдым ба? Ауылын көрмейтін жерге шықтың ба, болды, сапар намазын оқи бересіз. Қайтып келе жатқан кезде де дәл сондай. Мына ауыл болса, мына Советскийде тұрсыз ба, сіз сапар оқи бересіз. Ауылыңа келгенше, мүмкін 2 километр қалған шығар ауылыңнан. Маңыздысы, сен сапардасың. Болды, ауылың көрінбесе болды, сапар намазын оқи бересіз. Егер ауылыңызға жақындап қалдыңыз, ауылыңыз көрінді ма, болды, сапар тоқтайды сізде. Түсіндіре алдым ба? Енді тағы айта кететін нәрсе. Сіз сапарда жүрдіңіз. Сөйттіңіз да бесін намазын қаза қылдыңыз. Не істейсіз? Ауылыңа келіп қойғансың. Бесіннің қазасын өтеген кезде сапар намазының қазасы болып өтеледі. Хотя сіз ауылыңызда өтеп жатсыз бесіннің қазасын. Бірақ ол қаза сапарда болды ғой. Мынау қаза сапар болып өтеледі. Толық емес. Түсіндіңіз бе? Тағы бір нәрсе. Кетіп бара жатқан жеріңіз 10 күнге кетіп бара жатсыз ғой. Толық жолда сапар намазы. Барып қайтқанша сапар намазын оқи бересіз. 14 күнге дейін. Ал егер бара жатқан жеріңіз 93-тен ары 15 күннен ары қарай кетіп бара жатсыз ба, жолда сапар оқылады. Барғаннан кейін сіз уже толық намаз оқисыз. 15 күннен ары асса. Егер 14 күн болатын болса, белгілі. Онда сапар оқыла береді. Бір қызығын қараңыз. Барасыз, сіз 2 күннен кейін қайтуыңыз керек. Бірақ істеген тірлігіңіз бітпей қалды, белгісіз. Ертең қайтам деп отырсыз ғой, осы жағдайда 1 ай, маған десең 1 жыл жат, сапар намазын оқи бересіз. Қайтатын күніңіз белгісіз, да? Ертең қайтам деп отырсыз ғой, белгісіз. Сіз сапар намазын оқи бересіз. Егер жаңағы жалп барғаннан кейін белгілі күніңіз 15 күннен ары асса, толық оқисыз. 15 күннен бері 1-2 күн деп жатсыз ба, сапарын оқи бересіз. Осы нәрсені мән берейік, ағайындар. Осы сұрақтар бүйтеді да, сапарға шыққаннан кейін сонда жаңағы анау 93-тен ары қарай оқимыз ба деген сұрақтарды. Жоқ, ауылыңыз көрінбейтін жерден ары қарай болды, сапар оқи бересіз. Сапар намазы пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам дұрыс сұрақ қойды. Бұл да қажет. Таң намазының сүннетін де парызында қалдырмаған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады, таң намазының 2 рәкат сүннеті бүкіл дүниенің байлығынан артық деген. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам сапарда да қалдырмаған сүннетті, таң намазын. Ал түскі намазды өзі қысқаратын 3-еуі, бесін, асыр, құптан намазының 3-еуі, 4 рәкат парызы, 2 болып қысқарады. Шам намазы қысқармайды. Неге? 3 рәкат қой. Ол не 2 болмайды, не 1 болмайды. Оны қысқартпайсыз. Бесін, асыр, құптан 3-еуі қысқарады. Енді мынаны қараңыз, кейбір адамдар айтады, сүннетін оқысақ бола ма, болмай ма дейді. Уақытыңыз бар болса сүннетін оқи беріңіз, ешқандай проблема жоқ. Бірақ менің уақытым бар ғой деп парызды толықтыруға болмайды. Кімде-кім өзіңіз тұрып намаз оқысаңыз, жоқ, уақытым бар ғой деп парызды толықтырып сапар қылмай оқысаңыз, бұл адамның ойы кәдімгі маған Алланың жеңілдігі керек емес деген нәрсе шығады дейді. Бұл міндет қысқарту. Ал енді барған жеріңізде жергілікті имамға ұйысаңыз, онда сонымен бірге толық оқи бересіз. Түсіндіре алдым ба?